Сіз алдар көсе көргенде мынандай сұрақ қойдыңыз ба? Неліктен алдар ешқашан байымайды? Шынымен де, неге олай? Алдардың басы бәрінен қатыстыйды, қолынан көп нәрсе келеді. Бірақ қашан қарасаң, кедей ары кетсе, орташа өмір сүреді. Кейде байлардан қарыз алады, кей кездері мүлде айдалада жүреді. Әрине бұл қиын сұрақ, яғни алдардың неліктен бай болмайтыны. Және осы видеода бұл сұраққа жауап табатын боласыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көрейік. Біз әдетте былай ойлаймыз: ақылды адам бай болу тиіс деп. Бірақ алдар біздің бұл сөзімізге қарама-қайшы кейіпкер. Себебі ол ақылын байлық немесе билік үшін жұмсамайды. Алдар өз ақылын басқа нәрсеге жұмсайды. Ол еркіндік. Неге екенін түсіндіре кетейін. Біріншіден, алдардың қай заманда, қай ортада өмір сүргенін қарастырайық. Ол өмір сүрген кезеңде бай болу үшін күш қолдану керек, билік керек. Біреудің еңбегін жейтін де кездер болады. Әрине барлығы ондай емес, дегенмен көбінесе сараң байлар кездескен. Алдар саналы түрде ондай қатыгездікке бармаушы еді. Ал оған жақсы бай болуға не кедергі келтірді? Әрине орынды сұрақ, бірақ кейде байлық пен билік адамды жаман жаққа өзгертіп жіберуі мүмкін. Алдар болса өзін жоғалтқысы келмеді. Жарайды, кей адамдар өзгермесе де, байлық бәрібір де өте үлкен жүк. Ол қорқыныш, жауапкершілік, тәуелділік алып келеді. Мысалы, байды алайық. Бай дүние мүлкін жоғалтуға қорқады. Сол себептен үйіне қонақта кіргізбейді. Бұл қорқыныш байды дүниеге тәуелді қылып тастады. Алдар болса еркіндікті қалайды. Үйде әр ақшасын санап отқанша, оған көк аспан мен самал жел керек. Бәрін бізге бөріп, өзіңе тым алмадың ғой қарағым. Менде бәрі бар апатай. Төбемде көк аспаным бар, аяқ астында жолым бар, ақылды басым бар, одан артық не керек? Ол еркіндікті байлықтан жоғары қойды. Себебі бай адам әрқашан жүйе жасайды, ереже орнатады. Алдар керісінше сол жүйені бұзады, жүйенің бір бөлігіне айналғысы келмейді. Және оның әдебиеттегі рөлі де осындай. Ол халықтың кейіпкері. Қарапайым халық арасынан шыққан әлсіздерді қорғайды. Егер ол бай болса, бізден алыстап кетеді, халықтың өкілі болмайды. Ол тағы бір байға айналар еді. Және қызықсыз кейіпкер болып қалушы еді. Толығымен қорытындылай келе, алдар кез келген сәтте байып кете алады. Оған оның ақылы да, қабілеті де жетеді. Бірақ ол өзі байлықты қаламайды. Себебі оның байлығы еркіндік, ар және ақыл. Жалын түйген жалғандау ғашығымсың ғой.